егер де біз осы шарттарды, осы әдептерді орындайтын болсақ, Алла Тағала біздің күнәларымызды кешіреді. Күнәларымызды кешіргенде екі жұма намазы арасындағы күнәларымызды кешіреді. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін адам жұма күні жақсылап ғұсыл алу керек. Одан кейін әтір себініп, жақсы таза киімдерін киініп, мешітке аттану керек. Мешітке келгеннен кейін екі адамның арасын айырмастан, иықтарынан аттамастан, орын тапқан жеріне отырып, мүмкіндігінше қандай мүмкіндік бар намазын оқып, мысалға жұманың сүннеттері бар, соны оқып, имам хұтпаға шыққан кезде үндеместен имамның хұтпасын тыңдаса, мен сонда барып Алла Тағала оның күнәларын кешіреді дейді.